Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар, студенттер. Келесі бейнесі дәрісіміздің сіздерге ұсынып отырған тақырыбы автокөліктің трансмиссиялық бөлігі. Автокөлік құралының трансмиссиялық бөліктері мен құрылымдарына сараптамалық талдау жасау. Осы деректі бейне дәрісімізді сіздермен мазмұндап толықтырып мазмұндау үшін біз жоспар құрдық. Жоспарымыз негізгі екі сауалнамадан тұрады. Бірінші сауалнама автокөліктің трансмиссия бөлігіндегі қуаттың жоғалуы, олардың себептерін талдау. Екінші сауалнамамыз трансмиссияның пайдалы әсер коэффициенті. Бүгінгі бейне дәрісіміздің мақсаты автокөлік құралының трансмиссиялық бөліктері мен құрылымдарына сараптамалық талдау жасау. Қозғалтқыштан жетекші доңғалақтарға берілетін қуаттың шамасы көптеген жағдайларда үйкеліс құрғақ немесе сұйықтарды жеңуге жұмсалады. Негізі трансмиссия дегеніміз өздеріңіздің алдыңғы курстардан оқып біліп жүргендеріңізде трансмиссия дегеніміз автокөліктің атмосфералы қозғалтқыштарынан айналу бұрыштарын белгілі бір конструкциялық элементтердің көмегі реті арқылы олардың доңғалақтарына берудегі осы аралықтағы конструкциялық элементтердің жиынтығын трансмиссия деп атаймыз. Яғни оны білесіздер, құрғақ және сұйық үйкеліске жұмсалады жетекші доңғалақ берілетін қуаттың шамасы. Оның негізгі қуаттың шамасының жылдамдықтың өсуіне байланысты олардың жоғалуы динамикалық принципиалды схемасы төмендегі көрсетілген схемаға қарап анықтауымызға болады. Бұл жерде V индексі бір автокөлік жылдамдығының мәні, автокөліктің трансмиссиядағы қуатты жоғалту нобайы, трансмиссиядағы үйкеліс жұмсалатын қуат шамасының жоғалуы төмендегі формула арқылы физикалық параметрлерді қолдана отырып анықтап алуымызға болады. Бұл жерде қуаттың жоғалуы, яғни бастапқы механикалық және гидравликалық шығындардың айырмасы арқылы қарастырылады қуаттың жоғалуы. Механикалық шығындар дегеніміз тісті берілістерге, тіректерге және сальниктерде кеткен үйкеліс шығындардың жиынтығын айтамыз. Бұл шығындар үйкеліс беттерінің өңдеу сапасына тікелей байланысты болады. Гидравликалық шығындар дегеніміз трансмиссия механизміндегі беріліс қорабы, тарату қорабы, жетекші көпірлер, майларды араластыру, шашумен байланысты жұмсалатын шығындарды гидравликалық шығындар деп атаймыз. Бұл шығындар майдың қоюлығына, деңгейіне және біліктің айналу жылдамдығына байланысты болады. Біліктің айналу жылдамдығы автокөліктің негізі қуаттылық шама бірлігіне тікелей байланысты болады. Сіздер оны жоғарғы курста оқып білесіздер. Трансмиссиядағы қуаттың жоғалуы трансмиссияның пайдалы әсер коэффициентімен бағаланады. Оны мына төмендегідей формуланың негізінде анықтап алуымызға болады. Ол формуланың анықтау шамасы осы формуланың негізінде көрсетілген. Жалпы бірінші сауалнамада қарастырғанымыз автокөліктің, яғни трансмиссиялық бөлігіндегі қозғалыстарға кететін шығындар негізінен атап айтқандарымыздай ол құрғақ және сұйық үйкелістерді жоюға кетірілетін шығындардың жиынтығымен сипатталады екен. Екінші сауалнаманы қарастыратын болсақ, трансмиссияның пайдалы әсер коэффициенті механизмдер құрамына кіретін туындысына тең болады. Ол туындыны төмендегі формуланың негізінде анықтап алуымызға болады. Мұндағы көрсетілген физикалық параметрлер талдап қарастыратын болсақ, тиісінше беріліс қорабы, карданды беріліс, қосымша және басты берілістердің пайдалы әсер коэффициенттерінің мәндері ретінде қарастырылған. Төменде түрлі автокөліктер мен олардың жеке механизмдерінің пайдалы әсер коэффициенті мәндері көрсетілген. Мысалы, жеңіл автокөліктер үшін пайдалы әсер коэффициенттерінің шамасы 0,19-0,92 коэффициенттік шама бірлігі ретінде қарастырылады. Жүк автокөліктер мен автобустар үшін 0,82-0,85. Енді екеуінің арасында коэффициенттің мәндерін байқап отырсыздар. Жеңіл автокөлікте коэффициент мәндері пайдалы әсер коэффициенті жоғары, өйткені оның массалық бірліктеріне, жалпы массалық салмақтарына және жүріс жылдамдықтарымен байланысты анықтап алуымызға, сипаттауымызға болады. Келесі жоғары өтпелі автокөліктер үшін пайдалы әсер коэффициенттерінің шамасы 0,80 мен 85 аралығында. Беріліс қораптар тікелей берілістерде пайдалы әсер коэффициенттерінің шамасы 0,98-0,99 көрсететін болса, төменгі берілісте 0,94-0,96 шамада беріледі. Енді осы келтірілген коэффициент бірліктерінің шамасы ретінде анықтап алатынымыздай, трансмиссияның пайдалы әсер коэффициенті автокөлікті пайдаланудың барлық сатысында тұрақты болып қала бермейді. Ол өзгеріске ұшырап отырады. Автокөліктерді пайдалану барысында механизм бірлік бөлшектерінің тозу процестерінің
жүруіне байланысты төмендейді. Автокөлікті күрделі жөндеуден өткізгеннен соң пайдалы әсер коэффициентінің шамасы жоғарылайды, алайда жаңаша үлгідегі қалпына жаңаша үлгімен салыстырғандағы қолданыста бола отырып тиісті техникалық қызмет көрсету жұмыстарын өткізгеннен кейінгі одан кейінгі орындалатын күрделі жөндеуден кейінгі автокөліктердің пайдалы әсер коэффициенттерінің шамасы қалпына келтірілгенмен оның бастапқы нөлдік жүріс шамасындағы әсерлермен салыстыруға болмайды екен. Оның бірден бір себебі оның пайдалану шама шектерінің жоғарылауына байланысты болады. Өндірісте бұйымның сенімділігін қамтамасыз ету технологиялық үрдістерді зерттеуге және жасауға, басқарушы іс-әрекеттерді таңдауға кешенді түрде қарастыруды қажет етеді. Бұл кешенді жақындау өндірісті технологиялық дайындау жүйесімен қарастыруға болады. Технологиялық жүйе құрал жабдықтарды дайындамалар, дайын бөлшек және бұйым, бақылау мен өлшеу құралдары, операторлар мен бақылаушылар, конструкторлар және технологиялық құжаттар кіреді. Бұйымның сенімділігі сияқты технологиялық жүйе сенімділігі де тоқтаусыздықпен, ұзақ мерзімділікпен, жөндеуге жарамдылықпен сипатталады. Бұйым сенімділігін қамтамасыз етудің технологиялық әдістері бірінші кезекте сол технологиялық жүйенің сенімділігімен анықталады. Бұл кезде нысан күрделі болған сайын жүйе де күрделене береді және оның сенімділігін қамтамасыз етуде қиынға соғады. Жалпы көлік құралдары бірнеше агрегаттар мен тораптардан құратын күрделі машина санатына жататындықтан осы жасауға арналған технологиялық жүйенің ерекшелігіне байланысты сипатталады. Көлік техникасының сенімділігі қамтамасыз етудің технологиялық әдістері жобалаушының бөлшектерді, тораптар және механизмдерді жобалауды кезіндегі ұсынған көрсеткіштер мен параметрлеріне қол жеткізуге арқылы орындалуға болады. Жұмыс беттерінің, яғни автокөлік техникалық құралдарын пайдалану барысындағы олардың бірнеше мың бөліктерден тұратын конструкциялық элементтердің бөлшектерінің сапасына автокөлікті техникалық пайдаланудың тікелей сапалы көрсеткіштері тікелей байланысты болғандықтан сол конструкциялық элементтердің бөлшектерінің жұмыс беттерінің жұмыс істеу қабілеттілігіне тоқтала кететін болсақ, бұл жерде беттердің сапасына байланысты олардың тозу, коррозия бөлшектерінің цилиндрлік және динамикалық беріктілігі әсер етеді. Бөлшек беттерінің бастапқы кедергі бұдырлығы қосылыстардың саңылауларына әсер етеді және олардың ары қарай жұмыс істеу принциптерін төмендетуі мүмкін. Сондықтан автокөліктерді пайдаланған кезде міндетті түрде олардың конструкциялық элементтерінің бөлшектерінің сапалық көрсеткіштеріне тікелей мән беріп отыруымыз қажет. Химиялық термиялық өңдеу арқылы бөлшектердің беріктілігін арттыруға болады. Қазіргі кезде бөлшектердің беріктілігін жоғарылату үшін азоттау, цементтеу, нитроцементтеу және циандау әдістері кең таралған. Азоттау арқылы өңделген бөлшектердің тозуға төзімділік цементтелген бөлшектерге қарағанда тозуға төзімділігі 1,5-4 есеге дейін артық. Осы аталған әдістерді қолдана отырып, автокөліктердің жылжымалы құрамдарының негізгі бөліктері болып табылатын олардың қозғалтқыштарындағы беріктіліктерін арттыру шамасына орындауға болады. Поршень сақиналарын қуысты хромдау кезінде сақиналар мен цилиндрлердің ресурсы 2 есеге артады. Бөлшек беттерін пайдалану кезіндегі күштерді қабылдауға дайындау. Агрегаттар жасау мен жөндеудегі соңында технологиялық операция оның бөлшектегі және қосылыстарын өңдеу болып табылады. Мысалы, қозғалтқыштарды құрастырғаннан кейінгі суық және ыстық жаттықтырудан обкаткадан өткізуге болады. Яғни бүгінгі қарастырылған бейне дәрісіміз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер де осы дәрісті ары қарай өзін білімді дамытамыз десеңіздер, сіздерге қосымша сұрақтар берілген, бақылау сұрақтары. Осы келтірілген бақылау сұрақтарына қосымша жауап бере іздене отырып білімдеріңізді дамытуға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.